Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай Шу және Сарысу ауданындағы отбасылар асарлатып үй салу жобасы бойынша баспаналы болды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен қолға алынған жоба аясында Шу ауданына қарасты Тасөткел ауылының тұрғыны Займхан Вазиева жылы үйге кірді. Баспана құрылысының аяқталуы мерекемен тұспа-тұс келіп, қоныс кілті табысталды. Жалпы аудан бойынша жоба аясында 10 үй берілетін болады. Асар деген бұрыннан келе жатқан дәстүр, сол дәстүрді жалғастырып, міне биыл асар деген бізге түсті. Алланың нәсібі шығар, енді бізге берген. Міне 1,5 жылда үйімізді тұрғызып, кәдімгідей даже отыруға болады. Ішіне барлығы дайын, барлығы жақсы. Ал Сарысу ауданы Ақтоғай ауылындағы аз қамтылған отбасының үйін ауыл тұрғындары бірлесіп, соңғы үлгідегі жөндеуден өткізіп берді. Жалпы асар жобасы бойынша ауданда 11 тұрғын үй пайдалануға берілген. Жыл соңына дейін тағы 4 үйдің құрылысы аяқталмақ. Осындай халықтар жақсы болып, азаматтар несін жағдайын жасап атқан бастықтарға рахмет айналайын сендерге. Бақытқа кенелген отбасы Атымтай Жомарттарға алғысын білдіріп, ақ ниеттерін жаудырды. Мұндай қуаныш алдағы уақытта өз жалғасын таппақ дейді аудандық атқамінерлер. Мадина Құдайбергенқызы, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.